қандай да бір күнә жасалынса, міндетті түрде оның жазасы болады. Міндетті түрде оның жазасы болады, бауырлар. Жазасыз күнә жоқ. Ойламаңыз. Алла тағала менің жасаған амалымнан ғапыл екен, көрмей тұр екен, естімей тұр екен, кешіріп жібереді деп. Жоқ. Күнә бар ма? Оның жазасы болады. Бұл өмірдегі ең үлкен ақиқат, бауырлар. Бұл ақиқаттан көз жұматын екі адам бар. Біреуі надан адам, біреуі ақымақ адам. Болды. Басқа ақыл есі дұрыс адам біледі. Күнә жасады ма? Оның жауабы бар. Күнә істедіңіз бе? Оның ақысын аласыз. Құранда сөйтіп жазылған өйткені.